Всем привет, достар. Осы дораманы бар емес пе? Көрмеңдер, вообще көрмеңдер. Айта салайын. Қазірден бастап көрмей қойыңдар. Алдарына ректен шығып тұрма, өтіп кете салыңдар. Сразу айтайын. Мен жыладым дораманы көріп жүргелі. Ең соңында кейінгі вообще болды. Екінші сезон қашан шығады екен? Бірақ белгісіз деп тұр. Қыздың, короче, бұл дорамада қалай болатыны да түсініксізше, негізше. Қыз екі адамды жақсы көреді, бірақ біріншісін ұмыта алмайды да, сосын алқасын сақтап жүреді оның еще. Ең күшті дорама ше. Бірақ көрмей қойыңдар. Ертең өкініп қаласыңдар. Қанша өзі? 10 серия ме? 10 серия ма, 12 серия ма сондай. Мен ең соңында аңырап жыладым ана дорамадан кейін. Жыладым дем қойын енді. Түсініксіз болып қалды, сұрақ белгі болып қалды соңында. Бір екі дос болады. И сол екі дос, короче, ана бала, қалай айтсам болады, және дораманың өз түсініксізше сәлбе. Бірақ до конца көрсең түсінесің. Менде туш вен салоныкі. Осы туш қатты ұнады. И ол дорамада, қалай айтсам болады, актрисаны, полиция актриса мен актер. И бұрынғы бір бала болады. Бұрынғы деген мына жерде суретін шығарамын. Осы бала жаман жаққа бандит болып кетеді, короче. И бандиттің басшысы болады. И соны қолға түсіру керек болады, бұлар полициядағылар. И сон ана баламен ана қыз жалдайды да, екі жұбайды. И ана баланың кеншегі ана баламен бұрында класстас болып жүрген ғой, короче, кәдімгі жақсы отношениеде болып. И сосын менде Меланиден Алмяна. И сосын ана баланы жалдайды да олар полициядағылар. Оған награда береді одан кейін. Сонда да енді кино біткен соң. И сосын оны қызы біліп қояды кеншегі, яғни сөйтіп неге онымен істейсіңдер деген сияқты ашуланады. Бірақ онда қатыстырып жүреді да оған. И сосын бұл жерде 3 адам жүрді. 3 адамда ана екеуі жұбайымен жұп болып тұр, үйленген. Ал анау бұрынғы бывшаясы болып тұр да ше. Короче, сондай. Негіз бұл кино түсінігі өте қиын ше. Сондықтан екінші часть салам. Бірақ көрмей қойыңдар. Мен одан кейін көргеніме өкініп қалдым. Көрмеңдер ше. Көрмеңдер.